أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті жамағат, ардақты ағайын, ниеттеріміз қабыл болсын. Мешітке қош келдіңіздер. Алла тағалам осы мешітке басып келген әрбір қадамдарымызға сауаптан жазсын. Біліпті білмей істеген пендешіліктеріміз Алла тағалам кешірген болсын. Ислам діні сондай керемет дін, ардақты ағайын, өздеріңізге мәлім. Ислам дінінің қай жағынан қарасаңызда тек қана жақсылық, тек қана берекет, тек қана бейбітшілік, ынтымақ, тыныштық. Ислам дініміздің жалпы адамзатқа берері тек қана осы, тек қана жақсылық. Ислам дінін ұстанған, оның құндылықтарын өміріне пайдаланған өмірінде, сонымен өмір сүрген адам екі дүниеде де бақытты болады. Аллах субхана ва тағала сізбен біздің бақытымыз үшін осы дінді жіберді. Құранды жіберді, пайғамбарды жіберді біздерге. Оның бірақ мақсаты бар, адамзат не істесін, осы дүниеде де өзін бақытты сезінсін, және ең негізгі асыл отаны ақыретте не болсын, бақытты болсын, жәннатта болсын мекені деп не істеді. Біздерге өмір сүру құралы ретінде жалпы дүние ақыретті тең ұстау, қалай өмір сүру керек, қалай жүріп тұру керек, қалай Құдайдың разылығына бөленуге болады, қалай күнәдан сақ болуға болады, қалай жәннаттың жалпы есігінен кіруге болады, осының барлығын жолын көрсету үшін пайғамбарлар келді. Олар насихат жасады дінімізге, дінімізді насихат қылды. Құран сол үшін келді, сол Құранды да сол пайғамбарлар біздерге жеткізді, альхамдулилlah. Біз сол дінімізбен, ислам дінімізбен мақтанамыз. Кімде-кім ислам дініне өз еркімен кіріп келсе, мархабат деп қуанып қарсы аламыз, бауырымызға басамыз. Кеше осы алды күндері бір ағамыз, білмеймін, әйтеуір қай сенімді екен білмеймін, бірақ бір ақиқатты өзі айтып жатыр. Шындығында оның негізгі ойы, менің ойымша, жақсы емес, бірақ Алла Тағала сондай келтіріп қойды оны, бір ақиқатты айтқызып қойды да оған. Ол не деп жатыр? Неге дейді, жастар мешіттен шықпайды дейді. Неге мешіттер жастан шықпайды? Мен сендерге себебін айтайын дейді. Оның себебі, ей ата-аналар, ей мұғалімдер, мектептегі, сендердің мейірімдерің жоқ балдарға дейді. Ал мешітке барса имамдар, ұстаздар, бауырым қош келдің деп бауырына басады дейді олар. Міне себебі осына дейді. Егер үйдегі ата-ана мейірімділік көбірек берсе балаға, бауырына басса дейді, мектеп немесе жаңағы оқу орындар бауырына басса дейді, бұлай болмас еді деп қояды да, қараңыз. Бұл да нені білдіріп тұр, ардақты ағайын? Альхамдулилля. Мен тыңдап отырып өзім қуандым да, альхамдулилля. Мынау негіз біз айтпай жүрген нәрсені айтып жатыр ғой деп жаңа. Неге жастар шықпай жатыр? Шықпау керек қой мешіттен. Мешітке көбірек келу керек. Альхамдулилля. Біз ана әңгімені естіп отырған кезде мен одан сайын жаңағы арқам қозып, мынау шындықты айтып жатыр ғой деп қоямын да. Біз не істеуіміз керек? Одан сайын имамдар, ұстаздар одан сайын мына мәселеге қатты көңіл бөлуіміз керек екен ғой деп ойладым да. Мейірімдігіміз одан сайын арттыруымыз керек. Мешітке кім келсін? Қарт келе ма, жас келе ма, атеист келе ма, білмеймін, дінсіз келе ма, басқа келе ма? Не істеуіміз керек? Біз сондай керемет, жылы лебізімізді көрсетіп, мейірімдік танытып, бауырым, қарындасым, қош келдің. Мынау Алланың үйі, мінекей, бұл жерде құлшылық қыламыз. Ислам дегеннің бір символы мешіт деген нәрсе, бұл өте маңызды мәселе. Бұл тек қана жаңағы тек құлшылық жасайтын жер емес, бұл жерде ілім аламыз біз. Бұл жерде біз Құранымызды үйренеміз, дінімізді үйренеміз, осы жерде неке қиылады, осы жерде Құран оқимыз, намаз оқимыз, дұға жасаймыз. Мұсылмандар осы жерде бірігіп, осы жерде бір сапта тұрып намаз оқимыз деп не істеуіміз керек біз? Ислам дініміздің құндылықтарын одан сайын көбірек айта беруіміз керек, альхамдулилля. Тек қана имамдар ма? Жоқ. Мешітке келген әрбір жамағат сөйтіп істеу керек қой. Әрбір жамағат сөйтіп істеу керек. Кейде солай болып жатады, өкінішке орай. Бейнамаз, етегі ашық, көкірегі ашық біреу кіріп қалса, немесе білмеймін намаз оқымайтын біреу кіріп қалса, кішкене былай басқаша бір немен қарап, кішкене менсінбей ей балам, сен дәретің жоқ қой, немесе етегің жапсайшы, шық мешіттен кірме деген сияқты кейде не істеп жатамыз, өкінішке орай осындай білімсіздікпен кейде сөйлеп қоямыз да, бұл дұрыс нәрсе емес. Әрине бұл деген сөз мешітке қалай болса кіре бер деген сөз емес.
Бірақ не істеу керек? Ол жерде кішкене хикметпен, даналықпен насихат қылу керек та ол кісіге. Ол білмейді ғой енді, келіп тұр, бірінші рет келіп тұр, дірілдеп, қалтырап қазір. Ойбай, мына мешіт қасиетті мешіт деп келіп тұр, ол сен келесің тағы да. Сенің ғұсылың жоқ, апатай десең, бітті ғой ол деген бірден жүрек ұстап қалады ол бірден. Адам қатты ренжіп қалады, өкпелеп қалады да, көрдіңіз ба? Сондықтан тек қана имам емес, ұстаз емес, мешіттің жамағаты да сондай мейірімді. Тек қана мешітте ма? Жоқ, мұсылмандар не істеу керек? Базарда да сондай болу керек. Жүрген жердің барлығына сондай мейірімді таныту керек. Яғни сіз бен біздің бойымыздан ардақтағайын не істеу керек? Осы адами қасиет дейміз ғой, адамгершілік қасиет негізінде сен бойыңда болу үшін әрине бірінші кезекте сен міндетті түрде мұсылман болу керек деген шарт жоқ ол жерде. Көрдіңіз ба? Неге? Себебі сен онсыз да адами қасиетіңді негізі о баста сақтауың керек. Сен адам болған болсаң егер, қараңыз, адам, хайуан, екеуінің айырмашылығы қай жерде сонда? Адамда ақыл бар, адамда адами қасиеттер бар. Абай атамыз айтады ғой, Құдайдан қорқ, пендеден ұял деген сөзі бар да. Көрдіңіз ба? Бұл не деген сөз? Құдайдан қорқ, ол иманмен байланысты. Пендеден ұял деген сөз, пенде адамдар арасында адами қасиеттеріңді онсыз да сен не істе? Құдайдан қорықпасаң да ең болмаса адами қасиетін сақта деген сөз ғой ол. Құдайдан қорықпай білгеніңді істей бер деген сөз емес. Қайта-қайта айтып жатырмын сіздерге. Кейде ана бір уағыз айтып отырамыз да, осындай бір сөздерді іліп алады да, адам дұрыс түсінбейді да, сосын ойба имам былай деп айтты деп шыға келеді да ертең. Құдайдан қорық, пендеден ұял дегені адами қасиетіңді жоғалтпа деген сөз ғой ардақтағай. Имам Азам Абу Ханифа рахималлахтың керемет бір сөзі бар екен. Менің бойымдағы қасиеттерім дейді, адамгершілігім. Адамгершілігім еді, кейін не істейді ол? Дініме айналды деген екен да. Менің бойымдағы адами қасиеттерім, менің адамгершілігім еді, кейін не дейді? Дініме айналды дейді да, Имам Азам Абу Ханифа рахималлах. Не деген сөз ол? Яғни мен бұрын адам болғандығы үшін адами қасиеттерімді сақтадым, кейін түсіндім, сондай жақсы қасиеттерді, сондай сауаптамалар істеген кезде Алла оған разы болады екен, Алла оған сауап жазады екен. Соны білген кезімде не істедім мен оны? Мұсылман ретінде сол адами қасиеттерді әрі қарай жалғастырып не істедім? Істеп кеттім деген екен да. Сол мағына ғой. Түсініңіз ба? Яғни сен атеист болуың мүмкін, дінсіз болуың мүмкін, сен тәңірші болуың мүмкін, сен басқа болуың мүмкін, білмеймін, агностиксің ба, басқасың ба, кімсің сен, мұсылмансың ба, бірақ не істеуің керек сен? Адами қасиетің жоғалтпауың керек. Менің сөз басын айтып отырған мәселем, енді біз мұсылманбыз ғой, әлхамдулилля, дұрыс па? Біз мұсылманбыз деп төс қағып отырған, кәлиманы айтып, Құранымызды оқып, намазымызды оқып, жұмаға келіп, маңдайымызды сәждеге қойып отырған мына сіздер мен біздердің айырмашылығымыз енді көк пен жердей болу керек қой, дұрыс па? Мен соны айтып отырмын. Алла тағала біздерге сондай керемет Құранды жіберді, пайғамбарды жіберді. Керемет дініміз сондай керемет, бірақ сізбен біз дұрыс болмасақ, егер сіз сол қасиетті құндылықтарды көрсете алмасақ адамдарға, онда бізге үлкен сындар ақтағай. Түсінесіз ба? Яғни былай ғой, мына намаз оқып жүріп, мұсылманның өзі осылай істеп жатса, сөйтіп айтады ғой, мына намаз оқып тұрған, мына өтірік айтып жатыр, мен кіммін оған қасын деп қояды да. Негізінде сағанда болмайды өтірік айтуға, сағанда болмайды ұрлық істеуге, сағанда болмайды жандай дөрекі тәкаппар болуға, сағанда болмайды. Мына қарашы, намаз оқып тұрып дейді, намаз оқып тұрып осылай істеп атқанда біз кімбіз оның қасына деп қояды да, қараңыз. Сонда не сен намаз оқымасаң, мұсылман болмасаң, сонда саған не білгеніңді істей беру керек деген сөз ба? Жоқ, өкінішке орай сол дінсізбін мен, менің атам тәңірші болған, мен ошым мұсылман емеспін, мен атеистпін деп жүрген адамдар не істеп жатыр өкінішке орай? Адами қасиеттерін жоғалтып алды да. Тәңіршілер де сондай. Аузына келген айтып жатыр ма? Айтып жатыр. Нешедір жалан жауып жатыр ма? Жауып жатыр. Алла сақтасын, енді білмеймін, заң күшіне еніп, олардың бір улика жинап жатқан шығар, бір заң сорғы жауапқа тартатын шығар деген үмітте жүрмін әлде де, өйткені білген істеп кетті, қатты кетіп бара жатыр да. Көрдіңіз ба? Бұл нені білдіреді? Мына елдің бірлігіне сызат түсіреді ол. Адамдардың, халықтың арасында бірлікті бұзады, ынтымақты бұзады бұл. Ал жақсы мақұл дінді қабылдамадың, мұсылман болмадың, мен сені зорлап жатырмын ба? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ. Алла Тағала Құран-ы Керимде айтып қойған, қалағаның иманын келтіріңдер, қаламағандарың иманын келтірмеңдер деп тұр. Алла Тағала сенің иманыңа зәру емес, мұқтаж емес Алла Тағала. Сен мұсылман боласың, болмайсың, Аллаға тіпті керек жоқ. Алла оған мұқтаж емес, яғни. Алла оны жақсы көреді. Алла оны насихат қылады, бірақ саған мұқтаж емес, сенің мұсылмандығыңа, намазыңа. Көрдіңіз ба?
Бірақ сен не істеуің керек? Осындай қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін дінсіз адам діндар адамға зиян келтірмеу керек, құрмет көрсету керек. Діндар адам дінсіз адамға не істеу керек? Құрмет көрсету керек. Адами қасиеттер сақтауымыз керек та. Соның ішінде мына сіздер мен біздер, ардақты ағайын, біздің айырмашылығымыз болу керек та. Кішкене оразасын ұстап, намазын оқып, солай ма? Құранды оқып жүрген, Алла деп дұға қылып, сөйтіп мешітке келіп, сөйтіп жүрген адам кішкене бір өзгеше болу керек та. Анадан айырмашылығымыз болу керек. Анау келіп жағы аузына келген айтып атса, сен де айтпауың керек. Мен мұсылманмын ғой. Менің жауапкершілігім бұдан бір табан жоғары ғой деп адам өзін солай сезінуіміз керек, ардақты ағайын. Көрдіңіз ба? Мінекей, қазіргі қоғамдағы ең түйткілді мәселенің бірі осы деп ойлаймын, ардақты ағайын. Мұсылманбыз, әлхамдулилла. Керемет осындай дініміз бар, керемет қасиетті кітабымыз бар, керемет сондай ардақты, сүйікті, көркем мінезге толы сондай пайғамбарымыз бар, бірақ сол қасиеттер кейде біздің бойымыздан көрінбей қалады, соған кішкене қынжыласың. Сондықтан қайта осыны еске салып атқанымыз сол, ардақты ағайын. Бізге жауапкершілік өте қатты жүктелген, сол жауапкершілікті сезінейік, ардақты ағайын. Ақ неке, қазақ соны айтады, ақ неке дейді да. Неке қию мәселесі, бүгін қозғайды отырған тақырыбымыз сол. Неке деген мәселе, бұл дінімізде өте маңызды бір мәселенің бірі. Әлгі тексіздік деп бір сөз бар, қазақтың айтатын. Тексіз деген не? Осы некесіз қосылудан басталады тексіздік деген. Текті адам не деген сөз ол? Текті адам өзінің ар намысын, ұятын, иманын сақтаған адам, текті адам. Енді тектілік тек қана ол некемен шектелмейді, бірақ сол неке қимай, зинастық қылып, некесіз қосылудан басталады, негізін тексіздік содан басталады. Қазақ сөйтіп айтқан, сол үшін айтқан да. Көрдіңіз ба? Неке, бұл шариғаттың талабы, ардақты ағайын. Неке не үшін жасалады? Екі жастың, қыз бен ердің, әйел мен еркектің не істеуі? Өз ара өмір бақи бірге боламыз, бірге өмір сүреміз деген ниетпен келісім шартқа отыруы қаза жетқан кезде. Бірақ қай жерде? Алланың құзырында, Алланың алдында уәде беру арқылы. Қазақ не дейді? Уәде Құдай сөз дей ма? Сен не дейсің? Әлгі үйленген кезде сол әйелді өзіңе аманатқа баласың. Шариғатта бұны аманат дейді. Яғни еркектерге қоштасу қажылығына пайғамбар айтқан жоқ па? Сендер өздеріңе аманат қылып алған әйелдерге көркем мінезбен несеңдер, енді мәміле жасаңдар, оларды қорғаңдар, қоштаңдар, оларға зиян тигізбеңдер деп айтқан жоқ па пайғамбарымыз? Демек, әйел еркекке аманат екен, ардақты ағайын, көрдіңіз ба? Мінекей, сонда неке қиып атқан кезде не істейсің сен? Өмір бақи бірге өмір сүремін деген ниетпен болу керек, неке деген дұрыс болу үшін. Содан басталады әңгіме деген. Сен не істейсің? Өзіме адал жар қылып алдым, анауда келістім деп айту керек та. Көрдіңіз ба? Басты мәселе бұл жерде Құдайдың құзырындағы сенің берген уәдең. Ол қыз балаға да қатысты, ол ер балаға да қатысты. Неке пайғамбарымыздың сүннеті, ардақты ағайын. Некесіз, бұл жаңа айттым, некесіз қосылу бұл не болады? Алла сақтасын, тексіздікке. Тексіздіктің басы осы жағы не? Некесіз қосылу деген, Алла сақтасын. Өкінішке орай қазіргі таңда осы неке мәселесінде де үлкен проблемалар туындап жатыр. Өкінішке орай қоғамда азаматтық неке деген бір ұғым қалыптасып кетті, өкінішке орай. Жалпы бар ғой, мына атаудың өзі қате нәрсе ғой. Қате нәрсе. Азаматтық неке. Мүлде мынау атаудың өзі, мына сөздің өзі дұрыс емес та, көрдіңіз ба? Азаматтық неке деген болмайды ғой. Азаматтық неке деген не деген сөз ол? Азаматтық неке. Шындығында неке жоқ ортада, қиылған жоқ неке. Өз ара не істеп? Әшейін келісіммен, өз ара келісіммен, ешқандай неке қимастан куәгер жоқ ол жерде. Ешқандай да шариғаттың талаптары сақталмаған, ешқандай. Бірақ не істейді? Бір-бірімізді таниық, бірге тұрайық, келіссек, келістік, әрі қарай өмір сүріп кетеміз. Келісе алмасақ, ешқандай ым-жымсыз, қырғынсыз, айқайсыз-ақ не істеп кетеміз, сотсыз-ақ өз ара кетіп қаламыз. Не болды бұл сонда, ардақты ағайын? Бұл не болды? Құдай сақтасын, мінекей тексіздік деген осыдан туындайды. Одан ертең бала көтеріп қала ма? Көтеріп қалады. Бала не болды сонда? Қараңыз, некесіз қосылды екеуі, бір-бірін танимыз деп не істеді, өкінішке орай.
білген жасады. Енді бір үйде тұрғаннан кейін не болады енді ол? Енді бір үйде тұрғасын, не ол Алла сақтасын төсек қаттанса бармай ма? Содан не болады ол? Ертең бала дүниеге келеді. Тіпті сол бала, ол некесі туылған бала ертең, оны кейбір әкелер қабылдамайды. Менің балам емес деп кетіп қала сала ма? Кетіп қала салады. Неге? Өйткені заң алдында да неке қиған жоқ ол, ахаж бөлімінің тіркелген жоқ, мешкеде барып неке қиған жоқ, болды. Ол еркек ешбір жауапкершілік сезінбейді. Тек қана еркек па? Жоқ, әйел де сөйтеді. Тіпті сол еркектің жаңа баласы, Құдай сақтасын, зинамен қосылған баласы ғой, бірақ не істейді? Сен оның әкесі емессің деп не істеп жатыр? Баласын басқа бір еркекке, ана ұнамай қалды, басқа еркек ұнады, сонымен не істеді? Өкінішке орай бас қосып, сол екінші басқа бір еркектің атын әлгі балаға беріп, тегін сөйтіп кетіп жатыр да, қараңыз. Қорқынышты нәрсе негізі бар. Осыны мен кеше зерттеп, қарап отырым бар ғой, сұмдық саны өте көбейіп бара жатыр екен. Біздің елде осындай азаматтық неке деген сылтаумен, мына атының өзі қате ғой. Сөйтіп қосылып алып, не ахат бөліміне барып тіркелмейді, не мешке барып неке қимайды, бол. Бізге не керек оның? Бір печат басылған құжаттың не қажеті бар? Екеуміз түсінсек болды емес па деген түсіндік қой. Бұл қайдан келген бұл? Бұл Европадан келген. Одан кейін мынау кешегі 20-шы ғасырда, кеше революция тарағаннан кейін большевиктер келмей ма билікке? Сол кезде не істеді олар? Как раз сол кезде атеизмді дамыта бастады ғой. Атеизмді не істеді? Ілімін тарата бастады ғой. Мінекей сол кезде басталған екен осы азаматтық неке деген. Сол кезде тіпті керек болса сол христиан, сол дін ұстанатын кісілер не істеген, қанша қарсы болса да, бұл күнә ғой деп жаңа айтса да тыңдамай не істеген, соны екіге бөлінген ғой халық. Маған ешқандай нен керегі жоқ, маған өзара келсек бол деп тұра берген бітті. Мінекей. Сонда біздің қазақ халқына бұл жат қой, жат, сырттан келген бір жаман қасиеттер ардақтағайын. Бұның арты неге алып барады? Тексіздік алып барады ардақтағайын. Ал біздің дініміз не істеп жатыр? Біздің дініміз ардақтағайын, екі жас қосылу үшін неке деген шартты қойып жатыр. Әуелі не істейсің сен? Әуелі Алланың алдында уәдеңді беріп, бір-біріңді адал қыласың. Ижаб қабулдан басталады біздің дініміз неке. Ижаб қабул деген сөз, еркектің мысалы ұсыныс жасауы, әйелдің қабылдауы, соны қабылдадым деп. Оның өзінің несі бар, шарттары бар. Оның өзін сен істей алмайсың, тіпті керек болса, келер шақта айта алмайсың. Маған жаңа күйеуге шығасың ба, бәлкім сені қабылдаймын деген нәрсе жүрмейді ол жерде. Қабыл еттім деп айтуың керек. Өткен шақта айтуың керек. Тіпті соған шейін дініміз қатты мән берген ғой. Құда түсу деген бар бізде, дұрыс па? Құда түсу. Екі жастың бір-бірімен жаңағы разылығы, келісімі, куәгерлердің болуы, қыз балаға мәһірдің берілуі, тіпті Ханафи мазхабында біздің ғалымдарымыз екеуінің тең болуына шейін қатты мән берген ғой. Дүние мәселесінде, тақуалық, діндарлық мәселесінде екеуінің тең болуын талап еткен. Тең болуын талап еткен. Түсіңіз ба? Бұл екі бақыттың, жастың бақытты болуына ең басты себептердің бірі осы. Және әрине шариғатымыз үйленетін кезде үйленуге, неге қиюға кедергі болатын басқа да себептер болмау керек. Яғни әйел мысалға, қыз бала не істеу керек? Ол сүт жағынан, сүт ана дейміз ғой жаңағы. Бір ананы емген, сүт бауыр болмау керек. Өзінің туысы болмау керек. Біреудің некесіне тұрған болмау керек. Иддет уақыт біткен болу керек. Осының барлығы қаралады. Көрдіңіз ба? Яғни сен біздің дінімізге сай егерде үйленетін болсаң, оп-оңай сен істей алмайсың. Кәдімгі жаңағы азаматтық неке сияқты тұра салмайсың. Қаншама талаптар бар. Уәли дейді. Ла никаха илля би уәлиин деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Уәлисіз, уәлидің рұқсатынсыз неке болмайды дейді мысалы. Сен не істеуің керек? Уәли, яғни әке, қыздың әкесі рұқсат беру керек. Бізде ол не дейді? Бата дейді ғой, бата. Үлкеннің батасы. Мінекей сол уәли деген сол әкенің немесе ағасының, бауырдың рұқсатынсыз не істей алмайды, бізде оп-оңай үйлене алмайсыз. Яғни бұның бәрін айтып жатқан себебім, ардақтағайын, біздің дініміз үйленуге, отбасын құруға осыншалықты қатты көңіл бөледі деген сөз ардақтағайын. Бұл себебі ойыншық емес саған. Отбасын құрып, білгеніңді істеп, нәпсіңді қандырып, төсекке тартып, жетім баланы былай тастап кетіп, екінші әйеліне онымен қосылып, анаяққа тастап кетіп, бұған рұқсат бермейді дінімізде. Көрдіңіз ба? Мінекей, егер сөздің басында айттым ғой, біздің сондай керемет дініміз не істеп қойған? Осы отбасының ең баста бақытты болу үшін бұның бір шарты бар. Сен не істейсің? Ақ некені құрасың, ақ некені қиясың. Шарттарын бәрін орындап не істейсің? Алланың алдында уәде беріп, уақытша емес, өмірімнің соңына шейін Алла жазса, сенмен бірге боламын деген ниетпен сен не істейсің? Некені қиясың.
Демек біздің шариғатымызда уақытша тұра тұру, көрейік, танып көрейік бір-бірімізді деген болмайды, Алла сақтасын. Тіпті мен өткен жұмаларда айтқан болуым керек, мына жігіт пен қыздың жүруін айтып жатырмын. Қанша жыл жүрді? 1 жыл жүрдім. Аз жүріпсің. Қанша сен жүрдің? 2 жыл жүрдім. Сен қанша жыл жүрдің? 5 жыл жүрдім, үйлендік қой біз деп кейде мақтанып отырады да, Алла сақтасын. 2 жыл жүріп үйлендім, 5 жыл бірге жүріп үйлендім мен, сөйтіп алған ғой менің деп мақтанып айтып отырады да. Сен сол 1 жылдың ішінде, 2 жылдың ішінде сол жүріп жүрген кезде сен не істедің сен ол әйелмен? Құдай сақтасын, көрдіңіз ба? Мінекей біздің қазақ жастары қайдан бұзылып жатыр? Ажырасу қайдан туындап жатыр, ардақты ағайын? Көрейін, дәмін көрейін деп бірінші мінезіміз келе ме келмей ме деп үйленгеннен кейін, ертең қосылғаннан кейін, қышуың қанғаннан кейін Алла сақтасын, сосын саған ол қызық болмай қалады да бол. Сөйтіп не істеп кетіп тәрк етіп кетіп жатыр болды. Соған да үйреніп алған біздің кейбір қазақтың қыздары, қарындастарымыз өкінішке орай ана ненің дәмін көріп, оған да ет үйреніп кетіп, білген істеп, анаған да барып, ананың қойына, мынаның қойына кіріп кетіп жүрген қыздарымыз көбейіп бара жатыр ма? Өкінішке орай көбейіп бара жатыр. Түркістан облысы. Арамызда түркістандық бауырларымыз бар шығар. Мен де Түркістанда сол қариялар медресесінде оқыдым. Түркістан ол бұл жерде бөліну немесе басқа емес, сөз тиіп кетпесін сіздерге. Бірақ Түркістан облысында 1 жылдың ішінде ме деді, жоқ 1 ай емес шығар, 1 жыл шығар, 400 мектеп оқушы балдарын естіп қойған, аяғы ауыр қойған. 400. Түркістан облысы қандай жер? Киелі жер дейміз, қазақи жер дейміз, дұрыс па? Дінге берік болған халық дейміз, бірақ өкінішке орай 400 деген, субханалла, 40 емес, 4 емес, 14 емес, 400 деген масқара ғой. Статистика, телевизорда хабарда айтты осыны. Көрдіңіз ба? Бұның барлығының басты себебі, құрметті жамағат, ардақты ағайын, құрметті жастар, бауырларым, неке деген нәрсенің несін қадір қасиетін дұрыс түсінбеу, неке қимау, Құдайдан қорықпау, жаңа жоқ қой сол, дін болмай тұр ғой, дін болмай тұр, Құран болмай тұр, Құдайдан қорықпай тұр, жаңа көрдіңіз ба? Тіпті Абайша айтқан кезде айтты ғой, жаңа Құдайдан қорық, пендеден ұял деді ғой. Пендеден де ұялып атқан жоқ, Құдайдан қорқып атқан жоқ. Кейбір жастарымыз өкінішке орай. Алла хидаят берсін, тауфиқ берсін. Аллаху субхана ва тағала негізінде еркекті әйелге, әйелді еркекке сондай керемет нығмет қылып берген ғой. Субханалла. Осы жерде еркектер отырмыз, камераның әр жағында қарындастарымыз, апаларымыз, жеңгелеріміз көреді. Мынау камераның әр жағында біздің әйелдер ортағында әйелдер бізді қарап отыр ғой қазір. Қарасаңыз, мына еркектер жаңағы отбасын құрып отырған еркектер бәріміз мойындайықшы, мойындауымыз керек. Әйелсіз өмір емес қой, дұрыс па? Сенің бүкіл киімің дайын тұр, тамағың дайын тұр, дұрыс па? Төсегің жылы, үйің таза, балаңды бағып жатыр, қағып жатыр, киіндіріп жатыр, оқытып жатыр, тоқытып жатыр. Көбінесе енді жүктің барлығы үйде әйелге жүктеледі ғой, анағайынды. Сыртта саған жүктеледі. Құрметті әйел жамағаты, еркектер де сондай, сыртта несі, олар да қиналып жатыр, оңай емес. Түзде жүру, қап көтеру, басқа көтеру. Ол Алла Тағала сол үшін не істеді? Сол жаратылысына сай, ар-риджалу қауамуна аля ниса деген жоқ Алла Тағала. Не істеді? Еркектерді бір табан жоғары жаратып қойды Алла Тағала. Ол жерде мәселе әйел төмен қор көру үшін емес, менсінбеу үшін, ондай мағынада емес ол жерде. Аллаху субханала табиғатқа қарай не істеп қойды? Еркекті әйелден жоғары қылып қойды да. Сол үшін не істеу керек? Әйел оған бағыну керек деді. Ол да сол бағыну мәселесінде де әйелдің табиғатына байланысты не істеп қойды? Біздің дініміз шарт қылып қойды. Талақты мысалға әйел бере алмайды дінімізде. Неге? Ол да табиғатқа байланысты. Әйел сезімтал, тез шешім беріп қояды. Әйелге талақ мүмкіндік беретін болсақ, Алла сақтасын қазір. Біразымызға талақ болып кетеміз, Құдай сақтасын. Моментально талақ болып кетесіз нәрсе ол кезде. Потому что табиғат оларда нәзікті нәзік, шыдамайды, шыдамсыз. Ал еркек ол салмақты, ол байсалды, ол оп-оңай талақ бере салмайды, ойланады ол. Алланың алдында неке қидым ғой мен. Бала шағам бар ғой менің. Мынау менің бала шағамның анасы ғой мынау. Талақ қылсам ертең маған харам күнә болады ғой. Мен не істеймін тағы да? Басқа тағы бір бала шағам ертең біреудің өгей әкесіне барып шын бала бола ала ма? Жетім болады ғой ертең, жылайды ғой. Адам, еркек ойлап қалады. Әйел не істейді? Ол табиғатына байланысты, жаман деген сөз емес. Әйел не істейді? Бірден көз жұмады, талақты беріп жібереді, болды. Ол ойламайды, ол мынау күйеуім ертең не болады, балам не болады, оны кейін ойлайды да ол кісілер. Көрдіңіз ба? Менің айтып отқан мәселем ардақты ағайын. Яғни мейлі еркек болсын, мейлі не істеу керек? Әркім өзінің орнын білу керек. Мысалға, әйелге Құдай Тағала сондай бір ерік жігер, күш жігер беріп қойған, еркектің қолынан келмейді, мысалы бала туу. Келе ме әлде? Келмейді.
ешбір батырдың қолынан келмейді баланы дүниеге келтіру, дұрыс па? Бірақ әйел соны келтіреді. Бір қолмен не істейді, бесік тербетеді, бір қолмен әлем тербетеді деген сол ғой. 40 жаны бар әйелдің деген сол қазақ деген. Көрдіңіз ба? 40 жаны бар. Сонда қалай еркектің бір-ақ жаны бар да, ананың 40 жаны бар ма сонда? Жоқ. Алла Тағала оның ерекшелігі, табиғатына қарай сонда бір ерекше бір құдірет беріп қойғанда, көрдіңіз ба? Демек, кейде сенің еркектің істей алмайтын нәрсені әйел істеуі мүмкін да кейде, көрдіңіз ба? Демек, осының ара-жігін ажырату керек. Бірақ басты мәселе не бұл жерде? Басты мәселе, ардақты ағайын, әйел өзінің орнын білу керек, еркек өзінің орнын білу керек. Әйел еркекті менің отағам деп сыйлау керек, құрметтеу керек. Қарапайым құндылық қой бұл. Бұған үлкен бір университет оқудың керегі жоқ. Отағасы келе жатыр. Менің мынау баламның әкесі, Асқар Таудай әке деп құрметтесін болды. Өз орнын білсін болды. Еркектен естесін, әйелін құрметтесін. Мынау менің аманатым ғой. Бүкіл жағдайдың бәрін жасап отырған, бала-шағаны бағып отырған, сенің асты үстіңе түсіп, маңдайың жағы, қабағың шытпасын деп, көңілін көтерсін деп, сенің ыстық тамағын дайындап отырған кім? Сол әйелің ғой сенің. Көрдіңіз ба? Әлхамдулилля. Демек, бұл Құдайдың үлкен бір нығметі екен. Олай болатын болса, сол нығметтің қадірін білген әрбір еркек өзінің әйелін сыйлай алады, құрметтей алады. Нығметтің қадірін білген әрбір әйел өзінің еркегін, отағасын қатты құрметтейді. Басты мәселе осында жатыр негізінде. Яғни, бұл Құдайдың нығметі екендігін сезген, білген адам бар ғой, әлхамдулилля. Проблеманың бәрі оп-оңай шешіледі одан кейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Қараңыздар, субханалла, араларында бір тыныштық орнасын деп дейді да, қарасаңшы. Litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ойланған адамдар үшін бұл жерде үлкен бір ғибрат бар дейді Алла Тағала. Қараңыздар, сендерге оның, яғни Алла Тағаланың құдіретін көрсететін, Алла Тағаланың құдіретін көрсететін, дәлелдейтін айқын дәлелдердің бірі не ол? Өз болмыстарынан, яғни араларынан, өз болмыс жандарынан жай тапсын деп, жандарың жай тапсын, жүректерің жай тапсын деп, тыныштық тапсын деп, сендер үшін жұбайлар жаратып, әзуәжа, араларыңа сүйіспеншілік пен мейірімділік сезімін ұялатты дейді Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Яғни, мәуәддатан ва рахматан дегенде жай әшейін қатар бекерден бекер келген жоқ дейді ғалымдарымыз. Себебі біреуі сүйіспеншілік болса, махаббат болса, екіншісі не? Мейірім. Демек, бауырларым, мейірім болмаған жерде махаббат болмайды. Сол себептен ғой анау. Басында сүйем, күйем деп некені қиып жастар үйленіп алады да, кейін бәрін өмір көргеннен кейін мейірімділік деген іште қасиет жоқ, өкінішке орай. Бірақ уақытша жаңағы жанып сөніп қалған махаббат болды басында үйленген кезде. Кетті одан кейін. Мейірімділік болмағаннан кейін оп-оңай не болды? Ажырасып кете салады да болды. Мейірімділік деген нәрсе сол, дер кезінде не істеу керек? Қандай проблема болмасын, жаңа айттым ғой сөздің басында, мынау менің баламның әкесі ғой, мынау менің жарым ғой деп, оны аяу деген нәрсе бар да. Аяушылық деген бар. Мейірімділік таныту, оны қамқор болу, қиналған кезде көмектесу. Мен мынау тек қана менің әшейін жарым емес, бұл өмірлік сырласым ғой менің. Менің мұсылман бауырым ғой деп те сен істеу керек, оған сол мезетте қарауың керек та, қандай басыңа проблема келмесін ше. Демек, мәуәддатан ва рахматан деген сөз, ардақты ағайын, бекерден бекер қатар келмеген. Яғни, адамда кейде, енді пендеміз ғой бәріміз, адамның бойында кейде сол мезетте сен әйеліңді бар ғой жек көріп кетуі мүмкін да, кейбір жаман қасиеттер үшін. Дәл сол сияқты әйел де сен отағасын жек көріп кетуі мүмкін, кейбір дөрекі қасиеттер үшін, басқа үшін да. Бірақ ортада бар ғой, адамның мейірімділігі, жүрегіндегі мейірімділік қасиеті өлмесе бар ғой, ол оп-оңай, мынау сүйіспеншілік жоқ қой, махаббат жоқ қой деп не істей алмайды, әйелін тәрк ете алмайды, талақ бере салмайды еркек еш уақытта, көрдіңіз ба? Іште мейірімділік деген не істеу керек, қасиет әрқашан сақтау керек. Бірақ бұл жердегі айтып отқан мәселеміз не, ардақты ағайын? Литаскуну илайха, жандары жай тапсын деп тұр, қарасаңызшы. Яғни жандары, кімнің жандары ол? Еркектің жаны және әйелдің жаны ғой. Екеуінің де жандары жай тапсын деп не істеп отырмыз біз? Сондай әзуәжа, әйел еркек қылып жараттық сендерді, және араларыңа мейірімділікті, сүйіспеншілікті ұялаттық деп отырды Алла Тағала, көрдіңіз ба? Демек, шарт не? Бұл жерде қарапайым. Мейірімділік пен сүйіспеншілік керек. Мейірімділік болса болды, артынша махаббатта ол еш уақытта үзілмейді болды. Және не істеуіңіз керек? Сіздің Құдай Тағаланың бұл біздермен сіздерге берген үлкен бір нығмет екендігін естуіміз керек, еш уақытта естен шығармауымыз керек, ардақты ағайын. Иә, айту оңай ғой, бірақ кейде айтады,
бізге имам болғаннан кейін неше түрлі жамағаттар келеді, неше түрлі аналар келеді, әкелдер келеді ғой. Үйдегі мына кеше ғана үйленіп еді, 2 жас ажырасайын деп жатыр дейді да. Сонда насихат қылып атасың, басқа қылып атасың, түсіндіресің, аят айтасың, хадис айтасың. Сонда айтады, балам-ау, айту оңай ғой дейді да, бірақ мәселені шешпей тұр ғой бұл дейді да. Біз де ақылымыз айтып жатырмыз. Ей балам-ау, саған қаншама мен кредитке алып миллиондаған ақша алдым, ойбай, сен үшін шашылдым, төгілдім, ұят қой, масқара, халыққа масқара болдық қой дейді да, қараңыз. Бірақ сол мәселенің астарын қарап отырсаң бар ғой, сол бала мен қызға ше үйленбей тұрып бар ғой, үйленбей тұрып қарапайым қасиеттер үйретілмеген ғой. Сол бала бар ғой, отыр, мешітте отыр, шешесі отыр қасында, сөйтіп отыр, имам отыр мен алдында, отыр оның алдында шапан тақиямен. Ол менті қыстырып тұрған жоқ, шешесінде қыстырып тұрған жоқ, мешітте қыстырып тұрған жоқ та. Ана баланың түрін көрсең, көзін көрсең, аларып тұрған жоқ. Бірақ сол келіп тұр, айтыр жаңа, әкесі зорлықпен әкеп тұр ғой мешітке енді. Енді психологқа апардық болған жоқ, емшіге апардық болған жоқ, енді молда бірдеңе істейді шығар деп әкеп тұр ғой енді. Өкінішке орай, психологың да, молдаң да саған жерден бермеуі мүмкін. Сен не істеуің керек? Құрметті ата-ана, құрметті әке, құрметті ана. Сен бала кезден бастап баланы тәрбиелеуің керек. Баланы имандылыққа үйретуің керек. Құдайын тан, Құдайдан қорқу керекті үйрет. Жаңа Абай айтып жатыр ғой, адамнан ұял деп жатыр. Адамнан ұялу үшін адамда имандылық керек. Ең құрығанда не істеуің керек? Осындай обал болады, ұят болады дегенді бойына сіңіруіміз керек қой баланың. Ардақты ағайын. Ертең сен әке боласың, балам. Ертең сен ана боласың, қызым. Үйрен, тамақ істеп үйрен, киім тігіп үйрен, мына баланы бағып үйрен. Ертең сен ана боласың ғой деген нәрсені айтпай жатыр деп тұрған жоқпын мен. Бірақ неге осы шығып жатыр осының барлығы енді? Қақтан шығып жатыр соның бар? Аспан салбырап түсіп жатқан жоқ қой? Сондай үстінен секіріп тұрып тибетін қыздар, төбелесетін қыздар, басын жарып жатқан ұлдар қақтан шығып жатыр бар? Аспаннан келіп жатыр ма? Марстан келіп жатыр ма әлде? Жоқ. Өзіміздің арамыздан шығып жатыр ғой барлығы сол. Көрдіңіз ба? Бұның бас себебі не? Имандылық жоқ. Басты Құдайдан қорықпайды. Сол пайғамбар танытып жатқан жоқпыз. Көрдіңіз ба? Сөйтеміз де не істейміз? Дәл үйленетін жасқа келген кезде үйіп төгіп ақшаны береміз, үйлендіреміз. Жаңағы ойбай, мен балам той мықты өтсін, ең қымбат тортты алайық, миллионға торт аламыз, миллионға жылқы аламыз, жаңағы неменен лимузин жалып бәрін істеймін, дүниенің бәрін істеймін. Бірақ ол баланың бойында адами қасиеттері сақталды ма, сақталмады ма, Құдайдан қорқа ма, қорықпай ма, мына семьяны ұстап тұра ала ма, ұстап тұра алмай ма, ертең ары қарай оны біз уайымдамаймыз да. Өкінішке орай. Көпшілікке топырақ шашпаймыз, бірақ сондай отбасылар бар да. Мысалға, мына қараңызшы, пайғамбардың хадисін қараңыздар. Осындай керемет жағы, әрі әдемі, әрі сұлу, әрі бай, әрі текті, әрі діндар қызды қайдан табамыз біз? Кейде отырып хадисті оқып отырасында ойланып кетесің ғой жаңағы. Субханалла. Қараңыздар. Тункахул мар'ату ли арбаин дейді. 4 әйел дейді, 4 қасиетіне қарап үйленеді дейді. Әйелмен 4 қасиетіне қарап үйленеді дейді. Қараңыз. Біріншісі байлығына, екіншісі тегіне, үшіншісі сұлулығына, және не істейді? Дініне дейді, діндарлығына қарап дейді. Төртеуіне. Сонда әлде бір сахабасына айтып отырған, осыны айтып отыр ғой пайғамбар сахабаларына. Пайғамбарым былай дейді да, сен дейді, діні мен адамгершілігі жақсысына азу тісіңмен жармас дейді да. Яғни фазфар бидати дини тарибат ядак дейді. Сонда ғана екі қолың ұзарып дейді да, мақсатыңа жетесің дейді. Яғни бақытты боласың деген сөз ғой. Сен не істе? Діндарын таңда деп тұр да, қараңыз. Бірақ бұл деген сөз, ардақты ағайын, бай болса ойбай құр қолын сілтеп қаш одан. Әдем болмау керек ол. Ойбай ол текті болмау керек деген сөз емес бұл жерде мәселе, ардақты ағайын. Яғни ең дұрысы бәрібір несі пайғамбарымыз діндарын, яғни Құдайдан қорқатын, соны таңдауға тырыс дейді. Енді осындай адамды біз қайдан табамыз? Егер соны отбасына шығармасақ, баламызды, қызымызды тәрбиелемесек, ондай діндар, Құдайдан қорқатын қызды қайдан табамыз біз ертең? Дұрыс па? Біреу бізге дайындап береді, немесе завод бар ма ондай? Завод жоқ қой оны дайындап береді. Біз өзіміз дайындаймыз ғой, ардақты ағайын. Сондықтан да кім өзінің қызын бақытты болғанын қаласа, ұлының бақытты болуын қаласа, мынау бәле болып тұр қазір бар ғой, отбасы шырқы қатты бұзылып жатыр, неке бұзылып жатыр, отбасы деген жастар қатты ажырасып жатыр, сұмдық болып жатыр енді Қазақстанда. Өте сұмдық, өте көп. Статистиканы көрсең шошисың. Әлем бойынша деген әңгіме жүріп жатыр қазір осы мәселеге байланысты. Бірақ соның түпкі мәнісіне қарап отырсаң, сол дәстүр жоқ, дініміз жоқ, Құдайдан қорықпайды, имандылық жоқ, сол. Осының барлығының себебі осыған алып келіп жатыр, ардақты ағайын. Жақсы әйел не дейді қазақ? Жаман еркектің басын төрге сүйрейді дейді, қараңыз. Дұрыс па?
Жақсы, жаман әйел не істейді? Жақсы еркектің басын көрге сүйрейді дейді да, қараңыз. Енді осындай жақсы әйел қайдан табамыз? Айтыңызшы. Алтынбек аға, қайдан табамыз? Топ беріңіз. Яғни айтайын дегенім, бәрі жақсы келін алғысы келеді, дұрыс па? Әрқайсымыз күйеу балам жақсы иманды болса екен, менің қызымды 20 жыл бақ қаққан қызымды қолын сілтеп талақ қылмай, білгенсе ұрып соқпай, аялап сөйтіп жақсы не ұстаса екен, күйеу балам мықты болса екен деп бәріміз қалаймыз ба? Бәріміз қалаймыз. Бірақ ол үшін не істеу керек? Біреу күйеу баланы шығару керек, тәрбиелеп, біреу мынаяқтан келін шығару керек, тәрбиелеп. Міне, бәріміз ертең бір-біріміз құда жекжат боламыз ғой. Сол үшін не істеу керек? Өзіңе қалаған жақсылықты өзгеге де қалауың керек қой, болды. Қыз күйеу баланы ойласын, күйеу бала қызды ойласын. Яғни екі жақты істеуіміз керек, ойлануымыз керек. Абай атамыз айтады, біреуді көркі деп жақсы көрме дейді, көркі бар деп жақсы көрме дейді. Тек қана оның әдемілігіне алданба деп тұр ғой, қараңыз. Лапылдық көрсе қызар нәпсіге ерме дейді да. Көрсе қызар нәпсіге ерме. Яғни нәпсі көбіміз алданып қалады ғой. О дейді да, сынып кетеді, бітті. Оны қарамайды, адамгершілігіне, имандылығына қарамайды. Соны айтып жатыр. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл берме дейді. Яғни әйел сұлу болса жақсы. Оған плюс көркем мінез қосылмаса, о сұлулығына пайда жоқ деп тұр да. Көрдіңіз ба? Көркем мінезіне қатты көңіл бөліп тұр бұл жерде, көрдіңіз ба? Жасаулы деп, малды деп байдан алма. Кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді, көрдіңіз ба? Яғни, ардақты ағайын, қазіргі проблема не болып тұр екен, сонымен некенің маңыздылығын айтып жатырмыз. Шарттарын жаңа қысқа нұсқа айтып кеттім. Уақытымыз оған барлығын жетпейді. Бірақ басты шарттарын айттық. Неке өте маңызды, бірақ сол неке қиып жастар, сол қызымыз, сол ұлымыз, егер оның тәрбиесі болмаса, егер ол көргенсіз болса, оңбаған болса, ол дінсіз болса, Алла сақтасын. Осының барлығының нәтижесі осыған түбінде не істейді, алып барады, ардақты ағайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қыл дейді? Хиярукум ли нисаихим дейді. Сендердің хайырларың, ең жақсыларың әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болғандарың дейді. Бұл еркектерге қатысты айтылып жатыр. Ал әйелдерге қатысты Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қыл дейді? Әйел адам дейді, қараңыз. 5 уақытын намазын оқыса дейді, 5 уақыт намазды оқыса, Рамазан айының оразасын ұстаса, ар намысына ие болып дейді, және күйеуіне бағынатын болса, оған ертең ақыретте жәннаттың қалаған есігінен кір деп айтылады оған дейді, қараңыз. Құлшылығына бекем болса, күйеуін құрметтесе, ар намысын, ұятын сақтаса, ертең ақырет жәннатқа оған қалаған есігінен кір деп оған айтылады дейді, қараңыз. Көрдіңіз бе? Екеуіне де жауапкершілік жүктеліп тұр ма дінімізде? Иә. Еркекке де жауапкершілік жүктеліп тұр, әйелге де жауапкершілік жүктеліп тұр да, қараңыз. Мүмін ер адам еш уақытта мүмін әйелді жек көруші болмасын. Мүмін ер, мүмін әйелді еш уақытта жек көруші болмасын. Егер де қандай да бір мүмін әйелдің әлде бір мінезі көңіліне жақпаса дейді, ұнамай қалса, басқа бір қасиетін бәлкім ұнатар дейді пайғамбарымыздың мүбәрак хадис. Демек, ардақты ағайын, әйел де періште емес, еркек те періште емес, бәріміз қателесіп пендеміз. Ең бастысы адами қасиеттерді сақтауымыз керек, Құдайдан қорқуымыз керек, және ардақты ағайын, ертең ақыретті ойлауымыз керек. Ақыретке барған кезде, Құдайдың алдына барған кезде бәріміз істейміз, басымызбен жауап береміз. Алла тағалам мынау өсіп келе жатқан бала-шағамызға Алла иман, ислам нәсіп етсін. Осы діндарлықты нәсіп етсін, пайғамбар айтып отырған. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Құдай тағалам мынау рухани азғындықтан, дінсіздіктен, имансыздықтан сақтасын иншалла.